биология сабағында тәжірибе жұмыс жүргізейін дедік енді. Сөйтіп, бақа бар ғой, лягушка. Сонымен эксперимент жасаймыз дедік, да, будем изучать мозг лягушки деп. Сонымен қайшымен өзім, да, головной мозгын бетіп, қарғап препараттарды дайындап, влажный препарат будем готовить десем. Дайте я тоже посмотрю, дейді оқушы. Хорошо, ладно, посмотри, деп не алсам. Ай, деп енді қорқып кетеді, ана жыбырлап кетті, не сразу же умирает же, да. Сонымен бақа түсіп кетті, да. И пошел по коридору, прыгает, айқайлап жатыр бұлар. Ну, енді поймали лягушку. Ұстап алдық, алып кірдік қайтадан лаборатория жұмысына әрі қарай жалғастырдық. Бірақ сол енді әрине ол кезде күлкілі болып неғаған жоқ, әрі қарай даже уже күліп, соны бәрі еске алған жағдайым, сол есімнен шықпайды. Телефоны честно уберите, списывать нельзя, с соседом советоваться нельзя, десем, бетеді. А можно я с книгой посоветуюсь дейді, да? Спешу деп айтпайды, с книгой посоветуюсь деп айтады, да? Была бы более раскованная дискотекаларға көптеу қатысатын едім. Сол күні өзім ұйымдастырып беретін едім деп ойлап тұрмын. Дәрігер, потому что о басында мұғалім болам дегенде, бастауышта мұғалім мен ол мектеп бітіргенше алып барған. Сол кезде мен мұғалім болам десем, ой, мен сияқты қайналып кетесің деп, әкем өзі мұғалім, шешем дәрігер болса еш деді, сонымен бірақ оқуға түсіп жатқан кезде бір келеңсіз жағдай болды сол жерде. Сонымен, значит, так суждено быть учителем, но я не пожалела о своем выборе. Үлкен жауапкершілік.